Сәлем достар, мен сіздерге ежелгі Қазақстан тарихынан тағы да 20 сұрақтан тұратын суретті тесті дайындадым. Суретті тестінің бір ерекшелігі, бұнда алған білімдеріңізді ұзақ уақыт бойы естеріңізде сақтайсыздар. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Жамбыл облысынан табылған палеолит дәуірінің 5000-дай еңбек құралдарының бәрі. Жалпы Қазақстан аумағында ежелгі адамдар ерте палеолиттен бастап өмір сүрген. Археологтардың пайымдауынша, біздің жерімізде бұдан 1 миллион жыл бұрын адамдар пайда болған деген тұжырым жасайды. Қазба жұмыстары кезінде біздің территориямыздан көбіне тас еңбек құралдары табылды. Ал Жамбыл облысынан табылған палеолит дәуірінің 5000-дай еңбек құралдарының бәрі қашаулар мен үшкір заттар. Тас өңдеу биік деңгейге көтерілген кезең. Тас ғасырының өзі үшке бөлінеді: палеолит, мезолит және неолит. Неолит жаңа тас ғасыры. Осы неолит кезінде тас өңдеудің техникасы әбден жетілді. Адамдар енді тасты кесуді білді, жонуды білді, тегістеуді білді, жылтырата тегістеуді білді. Сондықтан бұның жауабы неолит кезеңі. Жер бетінің күрт суый бастауы. Бұдан 100 000 жыл бұрын, яғни орта палеолит дәуірінде климат салқындай бастады, жер бетін мұз басты. Мұз басуының нәтижесінде қазіргі кездегі өзен-көлдердің арналары қалыптаса бастады. Жылылықты жақсы көретін жануарлар, өсімдіктер бәрі құрып бітті. Ғалымдардың пайымдауынша, мұздықтың ери бастаған уақыты. Орта палеолит пенен кейінгі палеолит кезінде жер бетін мұз басса, мезолит дәуірінде ауа райы күрт жылынды, енді мұздар шұғыл түрде ери бастады. 12 000 жылдықта қазіргі кезде климат пен жануарлар дүниесі қалыптаса бастады, яғни жауабы 13 000 жыл бұрын. Тас дәуірі адамдарының ине жасаған заты. Тас дәуірі адамдары тек қана тастан ғана еңбек құралдарын жасап қойған жоқ, оларды үнемі жетілдіріп отырды. Тас дәуірінде инені олар үшкір сүйектен жасады. Тек қана инені емес, сонымен қатар садақтың ұштарын, сүңгілердің ұштарын, балық аулайтын карпондарды да сүйектен жасады. Адамдардың дәні күшті ойлап тапқан кезеңі. Бұл неолит кезеңі. Жалпы неолит кезеңінде тас өңдеу техникасы әбден жетілді. Адамдар тасты кесуді, жонуды, жылтырата тегістеуді меңгерді. Соның нәтижесінде оларда балта, кетпен, келі, келсап пайда болды және дән үккішті граниттен жасайтын болды. Ерте тас ғасыры тұрақтарының ең көне ескерткіштерінің табылған жері. Жалпы ерте тас ғасырының әртүрлі кезеңдерінде Қазақстанның барлық аймағынан тұрақтар табылды. Соның ішінде солтүстіктен де, оңтүстіктен де, орталықтан да, шығыстан да, солтүстіктен де табылды тұрақтар. Ал ең көне ескерткіштері табылған жер бұл Шақпақ-Ата және Арыстанды тұрақтары. Екі жағынан да өңделген қарапайым шапқыш тас құрал атауы. Жалпы адамдар тасты өңдеудің әдістерін жетілдіре берді. Мысалы, дөңгелек өзек тасты алып, оның екі жағында бірдей өңдеді. Бұл тас құрал бифас деп аталынды. Бір қабат өңделген тас құралдың жүзін ұсақ кертік ойықтар арқылы өткірлеу әдісі. Кейінгі палеолитте еңбек құралдарын жасау әдістері әлі де жетілдірілді. Мысалы, бір дөңгелек өзек тастан бұрын 2-4 қалақ алынатын болса, енді 10 қалаққа дейін алынатын болды. Тас өңдеу әдістері жетілдірілді, тастарды түзету ретуштік әдіспен жүзеге асырылды. Жамбыл облысындағы 5000-ға жуық тас құралдар табылған тұрақтар. Жамбыл облысынан табылған 5000-ға жуық заттардың барлығы қашаулар мен үшкір заттар болатын. Олар Бөріқазға менен Шабақты деген тұрақтан табылды. 1938 жылы Өзбекстаннан неандерталдық баланың сүйегі табылған үңгір. Өзбекстанның оңтүстігіндегі Тесіктас деген үңгірден 1938 жылы неандерталық баланың сүйегі табылды. Ал Қазақстаннан жалпы ежелгі заманның адамдарының сүйектері әлі күнге дейін табылған жоқ. Бірақ тас құралдары, еңбек құралдары көптеп табылды. Саналы адам сүйегі алғаш рет табылған үңгір. Саналы адамдар жалпы біздің заманымыздан бұрынғы 40 000 жылдағы өмір сүрген адамдар жатады. Франциядағы Крамонон деген үңгірден осы саналы адамның қаңқа сүйегі табылды.
Орталық Қазақстан жеріндегі жүзі түзу, кейде қайқы тас пышақ қырғыштар табылған тұрақ. Орталық Қазақстаннан да өте көп ерте заманның тұрақтары табылды. Ерте палеолитте, кейінгі палеолиттен, мезолиттен, неолиттің кезінде де тұрақтар табылды. Ерте палеолит кезіндегі семіз бұғы деген тұрақтан осы жүзі түзу, кейде қайқы тас пышақтар табылды. Жер бетінде 40-35 мың жыл бұрын өмір сүрген адам. Жалпы адам эволюциясы миллиондаған жыл бойы қалыптасты. Алғашқы адамдар епті адам, одан кейін тік жүретін адамдар және неандертал адамдар пайда болды. Ал кроманон адам, бұл саналы адам, біздің заманымыздан бұрынғы 40-35 мың жыл бұрын өмір сүрген адамдар. Жауабы саналы адам. Тас дәуірінде ру ішіндегі барлық мәселелер шешілді. Орта палеолит пен кейінгі палеолит кезінде аналық рулық қауым қалыптасты. Енді ру ішіндегі барлық мәселелер жалпы жиналыста қаралатын болды. Мезолиттің хронологиялық шеңбері. Жалпы тас дәуірі үшке бөлінеді: палеолит, мезолит, неолит. Палеолит тас дәуірінің өзі үшке бөлінеді: ежелгі тас дәуірі, орта тас дәуірі және кейінгі тас дәуірі болып. Мезолиттің хронологиялық шеңбері біздің заманымызға дейінгі 12 және 5 мың жылдықтар. Мезолит заманының үлкен жаңалығы болып саналатын ұсақ жаңқа тастардан жасалған құралдар атауы. Сұрақтың өзінен көрініп тұрғандай, ұсақ жаңқа тастардан жасалынды. Бұның жауабы микролит. Микролит деген ол жаңағы өткір жұқа тіліктер арқылы жасалынды. Пышақ тәріздес, оны ағашқа бекітетін де болды. Мезолит заманының басты жаңалығының бірі. Мезолит кезінде күн жылынды, мұздық еріді. Мұздықтың кезінде жылыға үйренген аң-құстар өлді. Енді ұсақ жануарлар, аңдар пайда болды. Адамдар осыларды, осы аңдарды аулау үшін садақ пен жебені ойлап тапты. Садақ пен жебе осы алғашқы адамдардың 10 мың жыл бойы пайдаланған қару-жарағы болып есептелінді. Мезолит кезеңіндегі адамдардың негізгі кәсібінің бірі. Жалпы тас дәуірінде, палеолит кезінде де, мезолит кезінде де, неолит кезінде де адамдардың негізгі кәсібі аңшылық болып қала берді. Қазақстан аумағындағы белгілі мезолиттік тұрақтар саны. Жалпы Қазақстан аумағындағы мезолиттік дәуір аз зерттелген, сондықтан Қазақстан жерінен табылған ескерткіштер саны 20-дан астам. Достар, мен сіздерге ежелгі Қазақстан тарихынан 20 тестіні талдап болдым. Егер ұнаса, сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қоя отыруға болады. Сондай-ақ бұдан бұрын жасаған видеомды осы видеоның артына салып қоямын. Оны да оқыңыздар, талдаңыздар, ұнаса лайк басыңыздар.